Осман 119 серияның 6 бөлімі. Найманға қарай бет алған керуен жақындап келе жатты. Дайын болыңдар батырлар. Тавар мен қару-жарақ Найманға өте құнды. Тавар мен алтынды алу арқылы Найманның күшін азайтамыз. Қоймасының қорын азайту арқылы біз күш аламыз дейді. Иншалла Тұрғытбек, иншалла дейді Боран. Шабуыл жасауға әзір тұрыңдар, деп белгі береді Тұрғыт. Атыңдар, я хақ деп мергендер оқ жаудыра бастайды. Асқан мергендікпен келе жатқан нөкерлердің алдыңғы шептегілерін атып түсіреді. Ендігі қалғандарын қылыштарымен ақ жайратып салады. Османның батырлары шайқасу шеберлігін жетік меңгерген батырлар. Бұл караванды алуға батырларға түкке де тұрған жоқ. Әп сәтте нөкерлерді қырып, олжаға кенелді. Бұл тапсырмаға Осман ең сенімді, ең мықты, ең жаужүрек батырларын жіберген болатын. Ал осы кезде Осман Найманның шатырына жайғасып алған еді. Найманның көріп кел шаманы дауылпазын соғып, Османға сенімсіз көзбен қарап тұрды. Дастархан жайыңдар, деп Найман Осман үшін ас әзірлетті. Асты ұсынып жатып, Найман Османға: «Уайымдама, бұл қозыны мұсылманша бауыздаттым» дейді. Бұл қозы еті, арнайы бағылған. Сен сияқты ерекше батырларға ұсынамын. Сен сияқтылар ғана жеуге хақы бар. Рахмет, сен маған құрмет көрсеттің, деп Осман асқа жақындайды. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп асты жейді. Енді маған айтшы, менің сенімім сен үшін маңызды ма? Маған бағынышты мұсылман, маған мәселе тудырмайды, дейді Найман. Ал Газанхан, сен үшін мәселе ме? Билік басында отырып, мұсылман болғаны мәселе емес пе? Дейді Осман. Маған бағыныштылар мұсылман болуы да мүмкін, бірақ мен емес. Газалхан таңдау жасады, ол жауап береді ол үшін. Ал сен, мұсылман, маған қызмет етесің. Бұл саған әсер етпей ме? Дейді Найман. Осман болса, менің жалғыз ғана мақсатым халқымның игілігі үшін. Оларды қорғау үшін мен кімге қызмет жасау керек болса да, соны жасаймын. Ал енді сен айтшы, сенің мақсатың не? Газалханға не істемек ойың бар? Дейді Осман. Найман болса, дәл қазір уақытта онымен екі айырылу. Мен өз жолымен жүремін, ал сол жол маған мемлекет құруға апарады. Мен мемлекет құрамын, дейді Найман. Мемлекет дейсің бе? Оңай жол емес мемлекет құру. Оны қалай жасамақшысың? Дейді Осман. Күш қаруда, күш алтында, Осман. Маған караван келе жатыр. Караван толы қару мен алтын. Сол күшпен мен мұнда билейтін боламын. Ал сол билігіммен мемлекет құрамын, дейді Найман. Ал сол алтыннан бізге үлес бар ма? Дейді Осман. Сен маған адал болсаң, қызмет етсең, алтында билікте болады, дейді Найман. Қызмет бастамас бұрын саған бір нәрсені айтып қояйын. Бұл өлкеде кейбір қоныстар ешкімге бағынбайды. Сенің караваныңа шабуыл жасамақшы. Бұл шекара жерлері тыныш емес, қауіпті. Олар сенің караваныңа шабуыл жасайды. Ешкімнің бұған дәті бармайды, деп Найман өзіне сенімді болады. Иә, солай болса, солай болсын. Өзің біл, дейді Осман. Осы кезде Тұрғытбек батырларымен өліктерді алып тастап, керуенді ақтарып көріп жатқан болатын. Өз дегендерінен де маңызды заттарға қол жеткізеді. Біраз олжаға кенеледі. Көп алтын, көптеген қару-жарақтар бар екен. Міне енді Найманға әжептәуір соққы бердік, дейді Тұрғыт. Сандықтарды ақтарып жатып, Тұрғытбек тағы да бір маңызды бір затқа көзі түседі. Оны алып қараса, карта екен. Бұл не болды екен, дейді Боран. Біз алтын мен қарудан басқа тағы да бір маңызды олжаға ие болдық. Бұл караван картасы. Найман жолдарының және сол жол Найманға апаратын жол карталары, дейді. Міне енді мұны да білдік, деп қуанады. Машалла, машалла деп бәрі қуаныштарында шек жоқ.
Тауар арасында қымбат жібек маталар да болды. Бұл жібекті алу бізге харам емес пе? Не істейміз бұларды, дейді батырлар. Бұл жібек матадан Найманға киім тігіп береміз деп бәрі әзілдеседі. Бұны естігенде Найман қандай күйге түсетінін кім білсін. Османның жоспары іске асты. Бұл тек бастамасы ғана, дейді. Енді тек осындай әрекеттерді ұйымдастырып отырамыз. Бұл алтындарды халқымызға таратып береміз, дейді Тұрғытбек. Ал кеттік ендеше деп арбаларды батырлар айдап алып кетеді.